Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода біз осындай ерекше және арзан жасалынатын, оп-оңай дайындалынатын кафедегідей пицца жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші ыдысымызға 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық қант саламыз және міндетті түрде жылы суымызды құямыз. Қант пен тұзымыз ерігенше осылай араластырып аламыз да 1 шай қасық дрожжымызды саламыз. Яғни ашытқы. Сосын 3-4 қасық шамасында сұйық май құямыз. Біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Сұйық май қамырымызды жұмсақ етуге көмектеседі. Сосын әрі қарай жайлап ұнымызды саламыз. Бірден көп ұн салмаңыздар. Қасықтың немесе лопатканың көмегімен илей отырып осындай жұмсақ қамыр елеп ашытуға қоямыз. Сосын оны теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды ең бірінші қолмен жайып пергамент қағазына қойып бастаймыз. Әрі қарай оқтаумен осындай үлкен болғанға дейін жаямыз. Шет-шетін осылай мен сияқты өріп алсаңыздар болады. Әдемілік үшін осылай жасадым. Соусы үшін кетчуп, майонез және укропты араластырдым. Майонезге қарағанда кетчупты көбірек қоссаңыздар, пиццаларыңыздың түсі әдемі болады. Начинкасы өз қалаларыңызша. Мен осындай колбаса салдым. Сіздер помидор, колбаса, не бар барлығын салуларыңызға болады. 80-200 градустық пешімізге жібереміз. Қызарып піскен кезде бетіне сырымызды саламыз. 160-170 граммдай өте көп сыр салыңыздар. Менде дүкендегі қарапайым сыр, яғни моцарелла қымбат сырлар емес. Осымен біздің өте дәмді пиццамыз дайын болды. Дүкенде табыла беретін заттармен дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыстықтай ауызашарда жесеңіздер өте керемет дәмді. Видео ұнаса лайк басып каналыма тіркеліп қойыңыздар.